сол жаңа айттым ғой, алдыңғы жолы отырған кезде де, ортада отырған кезде де өзі болмаса да достарын жіберіп, плакатын дайындап, бәрін жаңағыдай істеп беріп жатыр деп. Сөйтіп үміткерім күшті екен деп мен Ұлбикеге айтқан болатын. Сөйтіп Ұлбике бұлай бола беретін болса, мен ғашық болып қаламын деп айтқан болатын. Ұлбике солай айтқан болатын. Сондықтан білмеймін, енді ондай басқа бір жігітке көз түсіп жүретін болса, бұндай сөздер айтпас еді деген ойдамын. Сондықтан Ұлбикенің ешкімі жоқ сияқты, бұл жаңағыдай үміткерінде сияқты көңілі. Енді қанша қыздардың зарын естігем, қанша қыздардың өкінішін естігем, құрбыға сенем деп осы қапы қалған. Сондықтан да мейлі еркектерде де мүмкін бірең сараң шығар дос дейтін. Сондықтан да бұл жерде бұл өмірде негізі өзіңе ғана, ата-анаға ғана сенілген дұрыс деп. Және үміткердің солай? Үміткерім жақсы. Кездесу болды ма? Иә, кеше эфирден шыға салып кездескеніміз бар. Серуендеп сырласып қайттық. Енді тағы бір кездесу бола ма деп отырмыз. Түсінікті. Ұлбике бізде әдемі сұлу қыз ғой, сондықтан может басқа біреулердің көзі түсіп жүрген шығар Ұлбикеге. Оның барлығын қазір бірер минуттан білеміз енді. Хорошо. Сіз қатысушылармен араласпаймын. Ешкіммен. То есть эфирда ғана жүздесеміз болды. Эфирдан тыс менің өзім басқа жұмыстарым бар. Сондықтан мен оған уақытым жетпейді. Кейде бір болады енді қыздар арасында шай ішіп келейік кешкісін. Жоқ, оған да уақытым жоқ. Өйткені мен эфирдан тыс. Қарлы күн сезім бағының тұрақты көрермендері. Бүгін сағат 12:00-де НТК арнасы қосылуы болсын. Себебі бүгін біз Ұлжалғас пен Бірліктің арасындағы кикілжіңнің қалай шешілген, және де Аружан мен Нұрғисаның арасындағы таныстықтың қалай жалғасып жатқанын талқылайтын боламыз. Ауыл кеше жанып тұрады. Бүгін сап-салқын, жаңбыр жауып. Şimdi көрші үйге баняға баратын. Заттарымды алып алып. Bir жақсы жер ауылдың банясын. Мен өзім съемкаларым бар. И демалыс күндері менің коммерческий съемкаларым бар. Қызыңыз бар. Қызым бар. Көңіл бөлу дегенде. Көп уақыт жетпейді. Жалпы енді не ойлайсыз, қандай ақпарат деп? Енді білмеймін, жаңағыдай айтып жатыр ғой, жаңағыдай басқа бір неге жаңағыдай көңілі бар деген сияқты. Мен ондай нәрсе байқаған жоқпын. Өйткені Ұлбикенің айтуы бойынша, айттым ғой мен өткен жолы жаңағы, хорошо, что сен Сағынып тұрасың бәрібір. Не істейін, мен кіре берейін ба? Бет шықпай ма қазір? Қаяқтан шығады? Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Жақсы, сіздер. Жаңа енді бір пікір айтып қалдыңыз. Гүлдираға байланысты тиісіп кеттіңіз. Иә. Неге? Өйткені бұл жерде жақын адам отыр менде. Сол кісіге біресе құрбы, біресе құрбы емес болып отқан адам мен құрбым деп айтқанға мен шыдай алмадым. Ондайлар құрбы демеймін, мен басқа нәрседе таныс деп айтатын шығар мүмкін. Сондықтан да сондай пікірге келдім. Негізі қыздарда құрбы болады дейтінге мен онша сене бермеймін, өйткені